Есімім Мөде. Мен өз заманымда ғұн мемлекетін құрған ұлы Чанъюймын. Бірақ оған жету үшін ұзақ әрі қиын жол жүріп өттім. Бала кезінде әкем Тұман көрші мемлекетпен достық орнату үшін мені тұтқынға аманат етіп беріп жіберді. Бой жеткенде мен тұтқыннан қашып әкеме оралдым. Әкем мені көргісі келмесе де қайтарып жібермеді. Керісінше маған қол астыма бір топ әскер берді. Мен әскерімді жаттықтыра бастадым. Оларды өзіме адал ету үшін қиын жаттығулар мен сынақ өткізіп күш жинадым. Бір күні аңшылықта жүргенде мен өз әкем Тұманға оқ атып, әскермен бірге оны тақтан түсіріп билеуші болдым. Таққа отырғанда мен жаңа өзгерістер енгізе бастадым. Ең алдымен күн сайын жаттығатын тұрақты әскер құрып, оны жүйеледім. Бұрын соңында болмаған ысқырғыш оқтарды ойлап тауып қолданысқа енгіздім. Бір күні маған Қытай елінен бір елші келіп, менің ең жүйрек тұлпарымды сұрайды. Кеңесші ақсақалдар оған қарсы болды, алайда мен өз тұлпарымды беріп жібере салдым. Келесі келгенде елші менің ең сүйікті әйелімді сұрайды. Ақсақалдар оған да қарсы болды, алайда мен өз әйелімді де беріп жібердім. Ал үшінші келгенде елші біздің мемлекетіміздің бір тілім жерін беруді сұрайды. Бұл жолы ақсақалдар соғыс басталып кетпесін деп жерді бере салуды ұсынды. Бұны естігенде жерді беруге келіскен ақсақалдардың барлығының басын алып Қытай еліне соғыс аштым. Себебі тұлпар менікі, әйел де менікі, бірақ жер менікі емес, халықтікі. Егер мен жерді бере берсем, мемлекеттен дым қалмайтын еді. Осылайша мен Қытайдың Хуньей, Чуйшы, Динлин және басқа да елдерін жаулап алдым. Біздің әскеріміз 400 мың жауынгерден асты. Барлық жауынгерлер күн сайын жаттығатын кәсіби сарбаз болды. Бізден қорыққан Қытай мемлекеті қорғану үшін үлкен қамал тұрғызды. Алайда ол бізді тоқтатпады. Қытай мемлекетін көп ұзамай жаулап алдық. Бірақ олардың жерін ғұн мемлекетіне қоспаймын деп шештім. Себебі Қытаймен қосылған халыққа олардың мәдениеті сіңіп, көп ұзамай бәрі Қытайға айналып кетеді. Оның орнына мен Қытайға салық төлеткіздім. Осылайша мен өзім жеке дара билік құрып, ұлы ғұн мемлекетінің негізін қаладым. Біздің мемлекет бар әлемді қорқынышта ұстаған ұлы империяға айналды. Жауынгерлеріміз ешкімнен қорықпайтын жаужүрек болды. Ұрпақтарымыз да бізден асып түсетін мықты мемлекет болады деп сенемін.